Баршаңызға қайырлы күн, достар. Менің есімім Ақбөпе. Менің күнделікті тіршілік атты каналыма қош келіпсіздер. Мен орхидея гүлдерімді екінші рет дәрілейін деп жатырмын. Өйткені мынандай трипси деген жәндік жеген. Міне алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, осы мынау енді өзімдікі үйдегі, ал мынау төрт орхидеяны 500 теңгеге скидкамен сатып алып келгем. Соны мынадан трипси шықты. Сосын өзімдің үйдегі орхидеямнан тоже сондай трипси жеген признактары не қылды да. Өткен жолы бір рет дәріледім. Енді 10 күннен кейін тағы дәрілейін деп тұрмын. Міне жағдайлар, бірақ ол жәндікті мен өзім көзіммен көрген жоқпын. Ал бірақ мына жеген іздері бар да жапырақтарда. Енді мынау 500 теңгеге алған гүлдерім солыңқы, сондай тұғын. Мына бірі міне кішкене жапырағы қатайып, шамалы уже есін жинады. Мынау әлі кішкене есін жия алмай жатыр, әлі солыңқы болып тұр, міне мынандай. Бірақ уже ақырындап нетіп келе жатыр, жапырағы қатайып келе жатыр ақырындап. Мынау сол жаңа трипси жеген гүл. Бұл тамыры совсем аз болды. Бұл да енді мына үстіңгі жапырағы қатайып, енді күшін алып келе жатыр. Ал мына біреу міне жаңа тегін берді деген гүлім ғой. Бұны осылай стаканға керамзитке су құйып осылай қойып қойғанмын. Бұл да әлі ешқандай признак жоқ, бірақ мынау түбін қараңыздар. Мен түбін как будто бірдеме мүжіп жатыр ма, или дәрінің несі ма, түсінбедім. Бұған енді қазір тоже дәрі сеуіп қоямын. Енді мен қазір дәріні мынандай міне Актара деген дәрі алдым. 4 грамм мында. Мында инструкциясында жазған. Егер жаңағы трипсиға қолданатын болсақ, 10 литр суға 8 грамм дегілінген. Ал менде 4 грамм. Бұны мен 5 литр суға дайындаймын қазір. Міне суды өлшеп құйып алдым. Мынада 4 литр, мынада 1 литр. Примерно 30 градус жылы су дайындаймыз, достар. Қазір мен 1 литр суға бірінші ертіп дайындап аламын. Сосын бар бәрін бірге қосамын. Мына дәріні қолданғанда, достар, қолымызға перчатка киіп, маска болсын, маска киіп алған дұрыс. Мен енді маскам жоқ, маскасыз дайындап жатырмын. Алдында менде жаңағы дәрім 1 грамм болды ғой. 1 граммды тек мына дәрі шыққан гүлдеріме ғана құйдым да, қалғандарына жай мынандай неменен беттеріне ғана сеуіп шыққан болатын. Бұл жолы енді барлық гүлге құйып, беттеріне сеуіп шығады. Мінекей, достар, жақсылап ертіп араластырып алдым. Осындай қоңыр түсті, сосын осылай көпіретін болу керек. Осылай араластырып қойдым. Енді мен алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, мен солай скидкамен орхидеялар алған болатын. Солардың жағдайын көрсете салайын. Міне жапырақтар өте жақсы. Міне жаңа жапырақ шығарып өсіп жатыр. Мінекей. Бұл кейінгі алсу. Мыналардан бұрын қалған орхидеям. Мыналар ең бірінші алған орхидеяларым. Мынау екеуі. Бұлардың 1000 теңгеден скидкамен алғанмын. Тфай-тфай, бұлардың да жағдайы жақсы. Міне жаңа жапырақ шығарып, міне өсіп жатыр. Енді бұларда трипси байқамадым, бірақ сонда да бұларды да дәрілеймін. Өйткені біреуінде болса, бәрінде болады.
енді мен қазір мынаған бетіне себуге мынаған құйып аламын. Мінекей достар, бөліп қойдым. Мына жаңа трипси шыққан 2 гүлім. Бұны бөлік суғарам. Ал мынау басқа орхидеяларымды бөлік суғарам. Кәдімгі орхидеяны қалай суғарам, солай суғарамын. Шөлдеп тұр, бәрі шөлдеп тұр. Сол себепті кәдімгі орхидеяны қалай суғарам, солай суғарам. Шылқылдатып, кәдімгі шөлдеп тұр бәрі. Осылай дәріде бір 15-20 минут қоям, наверное. Сосын осы жерге бұларды полға алып қойып, қалған гүлдерімді тоже осылай суғарып, беттеріне сеуіп дәрілеу. Өйткені бір гүлде болса, ол бәрінде болуы мүмкін. Сол себептен барлық гүлдерімді суғарып аламын. Арасы 10 күн өтті. Енді 11-ші дәрілегеннен кейін, енді тағы да 10 күннен кейін тағы да бір рет дәрілеймін. Сонымен болды. Мен ол жәндікті өзім көзіммен көрген жоқпын. Күніге тексеремін, күнде қараймын. Бірақ көзіме көрінбеді. Негізі мыналарды жеген кәдімгідей. Мінекей болды, түптеріне су шықты. Осы суды 15-20 минут тұрғанда өздеріне тамырмен сорып алады. Енді беттеріне шашып шығам жапырақтарын бәріне. Бұл жапырақтарын асты үстін бәрін жақсылап дәрілеп. Осы дәрілегеннен кейін осы ваннада светті өшіріп қойып, қараңғыда жақсы действовать етеді екен да бұл дәрі. Сол өшіріп қойып, кешке дейін тұрады. Қазір бізде таңғы уақыт, кешке қас қарайғанға шейін осында тұрады. Қас қарайғаннан кейін барып өздерін орын-орнына апарып қоямын. Как раз қазір біз үйде болмаймыз, қазір дәрілеп болғаннан кейін ата-енеміздің үйіне қонаққа барамыз. Енді дәрілеп болғаннан кейін, достар, желательно киімімізді ауыстырып, жақсылап жуынып алғанымыз дұрыс. Өйткені дәрінің несі өте күшті дейді. Тем более үйде балалар бар, кішкентай. Мінекей достар, осылай дәрілеп қойдым. Қазір 20 минут тұрады осылай. Сосын басқа гүлдерімді дәрілеймін. Мінекей достар, жаңа орхидеямды 20 минут тұрды. Осылай енді жаңа түбіне шыққан суын төгіп тастадым. Енді жай осылай тұра береді енді кешке дейін. Ал енді қалған гүлдерімнің бәрін суғарып, кәдімгі суғарған сияқты. Бұларды да әдейі шөлдетіп отырмын. Бұларды бәрі шөлдеп тұр. Бұларға да осылай құйып, бәрін бетіне су шашып шығамын.